Белла қаңғыбас күшіктердің бірі. Ол ескі үйдің астында мысықтармен бірге тұратын. Жануарларды аулау қызметі барлық иттерді. Оның ішінде Белланың анасын да алып кеткенде, күшікті ересек мысық құтқарып, өзінің баласындай қамқор болады. Бірде ит адамдарға өзі жүгіріп шығып, Лукас деген жігіт оны үйіне алып кетеді. Пәтер иесі жануар ұстауға тыйым салса да, Лукас күшікті жасырып бағады. Белла өте тентек, бірақ иесіне шексіз адал болып өседі. Ол ардагерлер қауымдастығына да жиі барып, терапияға қатысып жүргендерге қуаныш сыйлайтын. Көп ұзамай үй иесі тексеріске келмек болып, Белланы жасыру қиынға түседі. Бұған қоса, ауданға жануар аулау маманы келіп, Лукасқа ескерту жасап, қауіпті деп саналатын питбульді тағы да көшеде көрсе, ұстап әкететінін айтады. Бір орында тұра алмайтын итті ақыры ұстап әкетті. Бірақ Лукас айыппұл төлеп, сүйікті досын қайтарып алады. Қызметкер келесі жолы итті заң бойынша дәрі беріп өлтіретіндерін ескертті. Жігіт оған адасып қалған жағдайда үйге қалай қайту керектігін үйретеді. Ит аулаушылар қайтсе де тыныштық бермеген соң, Лукас Белланы алыста тұратын таныстарына жіберуге мәжбүр болды. Жаңа иелері өте мейірімді болғанмен, ит өз отбасын қатты сағынады. Сөйтіп бір күні ол қоршаудан секіріп өтіп, үйіне қарай бар күшімен жүгіре жөнелді. Бірақ арада жүздеген шақырым бар еді. Кешке дейін титықтап, орман арасында талықсып жатып дем алады. Қарны ашқан соң аң ауламақ болды. Бірақ шапшаң қоян ағашының астына сытылып үлгереді. Көп ұзамай ол шағын қалаға жетіп, сол жақтан бір топ итті кездестірді. Олар тамақты қайдан табу оңай екенін көрсетеді. Мейірімді адамдардан сұрап алу жеткілікті. Кешке қарай олардың бәрі өз қожайындарына қайтып барады және оны өздерімен қалуға шақырды. Бірақ өз иесіне адал Белла үйіне қайтуы керек. Орманда ол қан иісін сезіп, аңшылар жаңа ғана өлтіріп кеткен пуманың денесіне тап болады. Және оның қасында жетім қалған кішкентай күшігі бар екен.